Тоғызыншы сұрақ. Екі велосипедші тұрақты жылдамдықпен бір нүктеден бір бағытта жолға шықты. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы 30 км сағатына, ал екіншінікі одан 1,2 есе артық. 3 сағаттан кейін екеуінің арасы неше километр болады? Мына жақта бізде екі велосипедші бар. Және олар екеуі бір нүктеден шықты. Мысалы, мынау А нүкте деп алайық. Және осы нүктеден бір бағытта екі велосипедші шығады. Мынау біріншісі, мынау екіншісі. В1 дейік мына жаққа, мынау В2 болсын. Енді біріншінің жылдамдығы 30 км сағатына, мынаның жылдамдығы бізде 30. Екіншінікі одан 1,2 есе артық. Ол дегеніміз 30-ды көбейту керек 1,2-ге. Шығады бізде 36 км сағатына. Енді мына жердегі жылдамдығы 30 км сағатына, мына жердегі 36 км сағатына. 3 сағат жүргеннен кейін, мысалы жолдары осылай болсын. 3 сағаттан кейін біреуі мынау 30 км сағатына жылдамдығы велосипедші, ол бір нүктеге келеді. Мысалы осы жерге келеді. В1 мына жақта. Ал екіншісі мына жақта болады. В2 мына жақта. Неге солай дейміз? Өйткені оның жылдамдығы үлкен, сол үшін ол сол 3 сағатта, дәл сонда 3 сағатта көбірек жолды өтеді. Енді не істеу керекпіз? Мына жақта шығару үшін бірнеше тәсілді қолдануға болады. Қараңыз. Бірінші тәсіліміз ең ыңғайлысы және ең тезі. Ең тез тәсіл мына жақта. Бірінші жылдамдықтарын азайтындысын табамыз. Неге? Өйткені олар екеуі бір бағытта шыққан болса, 1 сағаттан кейін олардың арасы басында олардың арасы болған жоқ. Өйткені олар бір нүктеден бастады. Бірақ екеуі бір бағытта бір нүктеден шықса, мынаның жылдамдығы 36, мынаның жылдамдығы 30. Осының жылдамдығы үлкен болғандықтан, ол біраз қашықтыққа біріншіден артық жүреді. Одан кейін, 2 сағаттан кейін ара қашықтық үлкейе береді. 3 сағаттан кейін ара қашықтық үлкейеді. Осыған дейін және сол ара қашықтықты табу керекпіз. Сол үшін біріншіден үлкен жылдамдықтан кіші жылдамдықты азайтамыз да, олардың жылдамдықтарын азайтындысын табамыз. Бұл жақта шығады бізде 6 км сағатына. Ол бізде В1, ол жоқ, В2 азайтылған В1. Екінші амалымыз, бірінші амалымыз болса, екінші амалымыз болады 6-ны көбейту керекпіз 3-ке. Өйткені бірінші сағатта ол 6 км сағатына одан артық жүрсе, 3 сағатта осы 6-ны көбейту керекпіз 3-ке, 18 км-ге артық жүреді. Бұл жақта S арасы дейік, олардың мынау арамыз екі велосипедшінің арасы 18 км-ге тең болады. Және 3 сағаттан кейін екеуінің арасы неше километр болады деп сұрақ берілсе бізге 18 км С жауабы дұрыс болады. Екінші тәсілім жақта ол әр біреуінің өткен жолын тауып, кейін арасын табу. Қараңыз, екінші тәсіліміз. Біріншіден сонда қараңыз, мынау біріншінің жылдамдығы 30, ол 3 сағат бойы жүрсе, жүрген жолы толығымен 90 км. Ол S біріншінің. Екінші амалымыз 36-ны көбейтеміз 3-ке дәл солай, шығады 108 км. Ол бізде екінші велосипедшінің жүрген жолы. Және мына жақта азайтамыз, 108-ден 90-ды шығады 18 км. Ол олардың арасы. Мына жақта 18 шықты, мына жақта 18 шықты. Қалай шығарсаңыз бәрі бір, бірақ енді ең ыңғайлы тәсілін таңдау ол дұрыс шығар. Тез шығару үшін.